dostlar. Bugün biz tasmallanатын, tasmallanbaytın sözlerді өтеміз. Яғни үй жұмысын. Апай бізге оны орындау үшін үйдер берген. Біз оны жазып көрейікші. Дәптердің аяқ жағына келіп қалсаңдар, мысалы шетіне келіп қалсаңдар, мысалы апайларын тасмалда таразы деген бір сөзді жазыңдар десе, былай ең шетіне былай жазасыңдар. Мысалы міне тара десіңдерді, сызықшы, аты дефис, сосын ағарай з деп қоямыз. Міне разы дегенді біз шапалақтап буынға бөліп көрейік. Таразы. Үш буын. Өйткені ода үш дауысты дыбыс бар. Танбайтын сөздерді айтып көреміз. Айтып көрейік. Ай, күн, қыс, жаз, күз. Буынға бөлінбейді, тасмалданбайды, яғни ол буынға бөлінбейді. Танбайтын сөздер, яғни ол бізде жолда бөлінбейді.